Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаздың ыстық күндер желінетін өте табиғи үй жағдайында жасалатын балмұздақтар дайындаймыз. Бұл жерде балмұздақтар тізімі тирамису балмұздағы, орео, шоколад қосылып жасалатын және де рафаэлло балмұздағын жасалу жолын көрсететін боламын. Рецептермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Орео балмұздағында бізге орео печеньесі қажет болады. Тирамису балмұздағында бізге савоярди печеньесі қажет болады. Міндетті түрде кофе керек болады. Және де қоюланған сүтпен салқын кілегей. Кілегей міндетті түрде 30-35% майлылықта болу керек және өте салқын болуы қажет. Алдымен біз кілегейімізді қоюланғанша миксермен араластырып аламыз, миксермен шайқап аламыз. Қоюланған соң олардың үстінен сгущенное молоко, яғни қоюланған сүтімізді құйып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Тирамису балмұздағының негізі, основасы дайын. Енді тирамису балмұздағын жинауға кірісеміз. Менде осындай арнайы кекске арналған форма. Астына бірінші кішкене балмұздағымыздан жағамыз. Олардың үстінен савоярди печеньемізді кофеге малып отырып, қаз-қатар тізіп қойып шығамыз. Савоярди печеньеларымызды кофеге малып орналастырып болған соң, олардың үстінен тағы да кілегей мен сгущенное молокомызды қойып шығамыз үстінен. Және де тағы да савоярди печеньеларымызды кофеге малып отырып, қаз-қатар тізіп шығамыз. Осымен біздің тирамису балмұздағымыз дайын десек те болады. Тек тоңазытқышқа салып қатырып алсақ жеткілікті. Бұл жерде мен какао себуді жөн көрдім. Негізі сеппесеңіздер де болады. Қатты міндетті емес. Пищевая пленкамен сыртын қаптап, тоңазытқышқа, яғни морозильникке 4-5 сағатқа жібереміз. Қазір орео мороженыймен, орео балмұздағымен рафаэлло балмұздағын дайындаймыз. Рафаэллоға бізге кокос стружкасы ғана қажет болады. Орео печеньесін осылай видеода көрсетілгендей майдалап 4 бұрышты бөліктерге турап аламыз. Енді балмұздақтарымызды жинауға кірісеміз. Өте оңай, трайфл жасағандай крем және арасына қосатын қоспаларын қосып отырып, кезектесіп отырып жинаймыз. Бұл жерде мен қазір балмұздақ, яғни кремін қостым. Рафаэлло балмұздағына кокос стружкасын қосып шығамыз. Ал орео балмұздағына туралған орео печеньеларымызды қосып, осылай трайфл жинағандағыдай жинап шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай. Біздің балмұздақтарымыз осымен дайын. Тек қана мұздатқышқа, яғни морозильникке салып, 4-5 сағаттай қатырып алсақ жеткілікті. Біздің тирамису балмұздағымыз дайын. Ол тоңазытқышта 4-5 сағаттай шамасында тұрды. Формадан өте оңай алынып жатыр. Жеткілікті қатты. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын.
Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Ал дәміне келетін болсақ, сөз жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнарына сенімдімін. Ең бастысы үй жағдайында жасалады. Табиғи құрам, өте пайдалы, зияны жоқ. Дүкендегі магазиндерге қарағанда әлде қайда пайдалы болып есептеледі. Шоколадты балмұздақты жасау үшін бізге шоколад қажет. Мен Қазақстан шоколадын пайдалануды жөн көрдім. Алдымен осылай майда бөліктерге бөліп, микротолқынды пеште немесе су моншасында ертіп алуға болады. Құрамы, основасы, яғни негізі дәл ақ мороженалар дайындағандай болады. Тура клегей салқын болу керек, 33-35%. Алдымен клегейімізді қоюланғанша миксермен жақсылап шайқап аламыз. Біздің клегейіміз жақсылап қоюланғанша, формасын ұстағанша шайқап болған соң, олардың үстінен біз сгущенное молокомызды, яғни қоюланған сүтімізді құйып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Мен шоколадтарды толық ерткен жоқпын, өйткені шоколадтардың маған балмұздақтың ішінде шоколадтардың дәмі сезіліп тұрғаны және крупинка деп айтылады ғой, крупинкасы болғаны өте қатты ұнайды. Сол себепте мен шоколадты қатты ерітуді жөн көрмедім. Егер сізге еріген кәдімгі шоколадты балмұздақ ұнайтын болса, онда сіз шоколадтарды толық ертесіз, әбден суытып аласыз, сосын барып клейге қосасыз. Егер шоколад ыстық күйінше құятын болсаңыз, біздің сливкиіміз, клейгейіміз барлығы іріп кетуі мүмкін, яғни жеуге жарамсыз болып қалады. Дайын болған балмұздағымызды осылай кез келген формамызға құйып аламыз. Сыртынан пищевой пленкамен қаптап, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа жібереміз. Біздің шоколад қосылып жасалатын балмұздағымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай формадан өте оңай алынады. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Дәмі өте дәмді, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға жасап беруді ұсынамын. Балалардың ең жақсы көретін жазда желінетін десерттерінің бірі. Кокос стружкасымен әсемдеуді жөн көрдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық мороженалардың құрамдары табиғи, өте дәмді болып шығады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайлым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қоштаспаймыз, келесі видеода жолыққанша.